Саламатсыздар ма? Кайырлы күн. Бүгүн бизде Нутрилат компаниясынын өнүмдөрүн колдонатын Гүлмира ханым. Саламатсызбы? Сәлеметсіздерме? Нутрилат компаниясынын өнүмдөрүн колдонууга және сенімді түрде айтууга эмне себеп? Нутрилайт компаниясын сенімді түрде айтуыма себеп мен денсаулығым болмады. Көп жылдар бойы мен аллергиядан қатты қиналдым. 20-25 жыл бойы. Шөптен, шаңнан, түтін болсын, қандай иістердің бәрінен түшкіретін. Сосын кейін суық, кішкентай суық болса түшкіретінмін. Соған ем іздеп жүрген кезінде маған осы компания кездесті. Бұған сенуімнің себебі 100% таза өнім. Сосын жеміс-жидектерден алынады ғой, жеміс-жидектер үзілгеннен таблетка болып келгенге дейін 9 бақылаудан өтеді. Сосын бұл компания сатылымда 88 жыл тұрақты тұрған компания. Сондықтан сенімді түрде мен өзіме қабылдадым. Нәтиже көрдім. 100% мен сенімді түрде айта аламын. Бүгін бізде екі дәруменге тоқтала кетсек, соның ішінде балалардың иммунитетін көтеретін дәрумендерді атап кетсеңіз. Қазіргі кезде балалар өте нәзік, тез ауырып қалып, балабақшаға бір күн барса, 2 күн бармай өте тез ауырып қалып жатады. Оларға бірден енді қажет. Қазіргі мына тамақтан біз ала алмайтын болғандықтан қосымша осындай дәрумендер қабылдау керекпіз. Өйткені мысалы магазиннен біз алып жүрген жеміс-жидектерден толықтай біз ала алмаймыз, керекті бізге қажетті минерал витаминдерді. Сондықтан осындай детский жевательный мультивитамин осыны айтар едім. Бұл дәрумендердің жиынтығы 11 витамин, 4 минерал бар. Құрамында ацерола вишня, тропикалық жемістер бар құрамында. Біздің магазиндерде тұрмайтын тропикалық жемістер. Бұл енді қалай келгенін бір қысқаша айтсам, жаңағы жеміс-жидектерді үзіп алғаннан 20 минуттың ішінде таблетка қылып шығарады. Ең маңыздысын, таблеттің ішінде. Сосын құрамында кальций, магний, цинк, жаңағы не бар, цинк бар, железа бар, балаларға қажетті минералдар бар. B1, B2, B6, B12, B тобы бар, ол нерв жүйесіне жақсы көмектеседі. Бета-каротин бар, ол балалардың бойы өсуіне жақсы көмектеседі, иммунитет көтеруге көмектеседі. Сосын иммунитет өте төмен, нәзік балаларға жақсы. Іш қату проблема болса, осыны айтар едім. Сосын тәбеті жоқ балаларға тәбетін ашады. Суық тие беретін балаларға анемия жақсы көмектеседі. 2 таблетка күніне қабылдайды. 2 таблеткамыз 200 теңге. 200 теңгеге біз күнделікті барып, қанша енді жеміс-жидек алар едіңіз. Сондықтан өте қалта көтере алатындай бағада, ыңғайлы өте. Бірден бір өте ыңғайлы балаларға алып бергенге. Осыны айтар едім. Қазіргі таңда халыққа ең қажет май қышқылын омега-3 туралы айта кетсеңіз. Омега-3 май қышқылы ол енді қазір өте қажет. Ең бірінші бізде жүрек қан тамырлары ауруы өте көбейіп кетті. Қанның қоюлығы, қазір 2/1 қаны қою, өте қан сұйылтуға жақсы көмектеседі. Сосын холестерин, қандағы холестериндерді ертеді, пайдалы холестеринге айналдырады. Тромб болғызбайды, алдын алады, инсульт, инфаркттың алдын алады. Есте сақтау қабілетін жақсартады, балалардың да, үлкен адамдардың көздің көру қызметіне өте жақсы. Буын ауруларына қажет өте. Май қышқылдары, бұл енді бұның алынатын технологиясы теңіздің ең терең, ең суық, ең қараңғы жеріндегі аз өмір сүретін балықтың бұлшық етінен алынады.
құрамында витамин Е бар. Ол да өте қажет. Енді басқа омегаларға қараған кезде мен жаңа айттым, өте жоғары технологияда алынған, құрамында Е витамин, омега 3 май қышқылдарын қабылдағанда Е витаминін міндетті түрде бірге қабылдау керек. Сосын тағы да айта кететінім, жаңағы балалардың сабақ оқыған кезде есте сақтай алмайды ғой, тақпақ жаттай алмайтын балаларға өте бір жақсы пайдалы, 100% сенімді түрде айта аламын, жаңағы қан қысымы жоғарғы адамдарға өте жақсы көмектеседі. Керемет. Бүгінгі сұхбат жақсы өтті деген ойдамын. Гүлмира ханым, сізге рахмет. Сіздерге жаңағы қандай дәрумендер жайлы мәлімет керек, комментарияға жаза кетсеңіздер, және ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.